Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де осы кісіміз, өзіміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтамыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын, және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар. Ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба, яки елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба, яки халқымызды бүлдіріп аламыз ба, яки өзіміз шығындап шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін, біреуді құтылтайын деген бейниетінің бәрі басында қолы тимейді. Байлар олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде шоқты малменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, құдайы, халқы, жұрты, білім ұяты, ары, жақыны бәрі мал. Сөзі қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасын жимақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры, бөрі, қыз, суық, сұғанақ солардан сақтанбақ, солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өзде тыңдамайды. Онша-мұнша қой жүнді қоңыршалар күнін де көре алмай жүр. Аналар андай болып тұрғанда білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым кедейге керегі жоқтаяқ. Бізді не қыласың, ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдыңдағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек.